баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім. Ол балаға берілетін тәрбие ұғыммен байланысты. Ал бала тәрбиесі ешқашан сылық қарауды көтермейтін аса бір күрделі де маңызды іс. Мәдениет пен ғылымның әлемдік деңгейге бет бұру ертеңгі күннің бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, болашағымызға алдымен рухани тәрбие берілуі тиіс. Бұл білім саласындағы ең үлкен ұстаным. Адам бойында рухани құндылықтар болмаса, оның ешқандай терең білім толтыра алмайтынын баршамызға аян. Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін білім